Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы апта күндері күн тәртібі, жұмыс аптасын жоспарлау. Бүгінгі сабаққа қатысты сөздермен таныс болыңыздар. Апта күндері: дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Әрі қарай. Апта, күн тәртібі: өткен жетіде, келесі аптада, осы аптада, күнтізбе, тәулік, күні бойы, бүгін, қазір, ертең, кеше. Әрі қарай сабағымызды сұрақтармен жалғастырамыз. Аптаның бірінші күні қандай? Жұма аптаның нешінші күні? Сіз қай күндері демаласыз? Сіз қай күндері жұмысқа келесіз? Бүгін аптаның қай күні? Қазақ тілі курсы қай күндері болады? Ертең аптаның қандай күні? Әрі қарай сабағымызды сөйлесу үлгілерімен жалғастырамыз. Дүйсенбі күні сағат 10:00-де жиналыс болады. Сейсенбі күні іскерлік кездесуім бар. Сәрсенбі күні телеарнаға сұхбат беруге барамын. Бейсенбіде әріптестермен мұражайға барамыз. Жұма күні жылдық есеп тапсырамыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.